Ол ақшаны мен өзім үшін жинаған едім. 1,5 жыл бойы. Айлығым түскен сайын аз-аздан бөліп, конвертке салып жүрдім. Бірде жаңа телефон аламын деп ойлаймын. Бірде аскедегі ескі жиһазды ауыстырғым келеді. Кейде балаларды алып бір жаққа демалып қайтсам ба деймін. Бірақ бір күні сол ақшаның бәрін күйеуіме жұмсадым. Өз қолыммен, өз қалауыммен. Ешкім мәжбүрлеген жоқ. Сол кезде бұл менің отбасым үшін жасаған ең дұрыс ісім сияқты көрінген. Ал бірнеше айдан кейін мен сол конвертті қолыма ұстап отырып, осы ақшаны жинамағанымда ғой, деп жыладым. Күйеуім Ермек соңғы кездері қатты шаршап жүрді. Жұмысы ауыр. Таңертең ерте кетеді, кешке үйге әрең жетеді. Бір күні жұмыстан келіп, киімін де ауыстырмастан диванға қисая кетті. Ермек, не болды? Дедім. Ештеңе, шаршадым. Соңғы кезде күнде шаршайсың. Ол белін ұстап. Белім де қоймай жүр. Түнде дұрыс ұйықтай алмаймын. Бір 10 күн ештеңе ойламай демалсам ғой. Сол сөз менің есімде қалып қойды. Ертеңіне жұмыста әріптесім Сарыағаштағы бір шипажай туралы айтып қалды. Күйеуінің белі ауырса жіберсеңші, емі жақсы дейді. 10 күн демалып келсе, адам болып қалады. Үйге келген соң бағасын қарап шықтым. Арзан емес екен. Жол ақысы, ем-дом, бөлме. Бірақ менің жинаған ақшам жететін. Конвертті алдыма қойып, ұзақ отырдым. Телефонды кейінде алармын. Жиһаз да қашпайды. Ал денсаулық ше? Сөйтіп Ермекке айттым. Сені Сарыағашқа жіберсем қалай қарайсың? Ол таңырқап, қайдағы Сарыағаш? Шипажайға 10 күнге емделіп, демалып келесің. Қойшы, сонша ақшаны қайдан аламыз? Мен күліп, ақшасын ойлама, менде бар. Қайдан? Жинап жүредім. Ермек бірден келіспеді. Өзіне жұмсайсың ғой, маған не керек? Мен оның қолынан ұстап. Ақшаны тағы табамыз. Денсаулықты қайта сатып ала алмаймыз. Ол маған ұзақ қарап отырды. Сосын құшақтап. Сен болмасаң, мен қайтер едім, деді. Мен күліп, сондықтан мені бағала, дедім. Қазір сол сөз есіме түскен сайын жүрегім ауырады. Жолдаманы өзім алдым. Киімдерін өзім жинадым. Дәрілерін сөмкесінің кішкентай қалтасына салып қойдым. Жолға жейтін тамағына дейін дайындадым. Балалар, әке, бізге не әкелесің? Деп мәз. Мен. Әкелерін демалуға бара жатыр. Мазаламаңдар. Жақсылап емделіп келсін, деп қоямын. Ермек кететін күні мен оны вокзалға дейін шығарып салдым. Пойызға мінер алдында, үйді ойлама, балаларды да ойлама, жақсылап демал. Процедураларынды жібермей ал, дедім. Ол мені құшақтап, сен де өзіңді күт, деді. Сол сәтте мен күйеуімді демалуға жіберіп тұрғаныма шын қуандым. Өйткені оны жақсы көрдім. Алғашқы 3 күн Ермек күнде хабарласып тұрды. Таңертең. Процедураға бара жатырмын. Түсте. Массаждан шықтым. Кешке. Бүгін минералды су іштік. Бір күні видеомен хабарласып, бөлмесінде көрсетті. Қараш, жаман емес қой. Таза екен. Тамақтары да жақсы. Мен мәзбін. Көрдің бе? Барғаның дұрыс болды. Иә, рахмет саған. 4-ші күннен кейін қоңырауы азая бастады. Бірақ мен оған мән бермедім. Демалсын, телефонға байланып отырмасын деп ойладым. 7-ші күні кешке өзім хабарластым. Көтермеді. 1 сағаттан кейін. Процедурада едім, деп жазды. Осы уақытта ма? Деп сұрағым келді. Бірақ сұрамадым. 8-ші күні түнгі 11 шамасында қоңырау шалдым. Телефоны өшірулі. Ертеңіне өзі хабарласты. Кеше ерте ұйықтап қалыппын. Телефоны қуаты таусылыпты. Мен тағы сендім. Өйткені сенетін адам күмәндануға себеп іздемейді екен.
10 күннен кейін Ермек үйге келді. Шынымен өзгеріп кеткендей, жүзі ашық, көңілді. Белің қалай дедім. Жақсы, біраз жеңілдеп қалдым. Балаларға сыйлық әкеліпті. Маған әдемі орамал берді. Мынаны саған арнай алдым. Мен мәз болып, сол күні-ақ мойныма тағып алдым. Қалай? Әдемі. Сол кезде мен бір нәрсені білмедім. Ермек сол сапарда әйелдер дүкенінен тағы бір зат сатып алған. Бірақ ол маған арналмаған еді. Шипажайдан келгеніне 2 апта өткен. Бір кеште үйдің шығындарын қарап отырып, ортақ картамыздағы төлемдерге көзім түсті. Бір төлем 47.800 теңге. Әйелдер киімін сататын дүкен. Алғашында маған алған орамал шығар деп ойладым. Бірақ орамалдың сонша тұрмайтынын білетінмін. Дүкеннің парақшасын тауып қарадым. 47-ден 50 мыңға дейін теңгенің айналасында әйелдердің көйлектері сатылып жатыр. Қызық болды. Бірақ әлі ештеңе ойламадым. Төмен қарай жылжыттым. Тағы бір төлем. 26 мың теңге. Гүл дүкені. Күніне қарадым. Ермек шипажайда болған 8-ші күн. Маған гүл келген жоқ. Анасына да жібермеген. Сол жерде ішім бір түрлі болды. Әрі қарай қарадым. Сол күннің түнінде 35 мың теңге. Пәтер ақысы. Уақыты сағат 23:17. Сарыағаш. Мен экранға үңіліп қалдым. Пәтер? Оның шипажайда өз бөлмесі бар емес пе? Неге түнгі 11-де басқа пәтерге ақша төлеген? Тағы төмен түстім. 2 күн бұрын. 35 мың теңге пәтер. Тағы бір күн. Мейрамхана. 28.400 теңге. Такси. 4.600 теңге. Таксидің бағыты шипажайдан қаладағы тұрғын үй кешеніне дейін. Қолым мұздап кетті. Ермек сол кезде жұмыста еді. Бірден хабарласқым келді. Бұл не? Деп сұрағым келді. Бірақ тоқтадым. Егер сұрасам, бір сылтау табады. Сол сәтте ішімнен бір дауыс. Асықпа, алдымен бәрін біл, дегендей болды. Мен Ермектің шипажайдан жіберген суреттерін қайта қарай бастадым. 1-ші күні түскен сурет, 2-ші күні, 3-ші күні. Бұрын байқамаған ұсақ нәрселер енді көзіме анық көріне бастады. Бір суретте үстел үстінде 2 кесе кофе тұр. Ермек. Жалғыз кофе ішіп отырмын деп жіберген. Бірақ 2 кесе. Тағы бір суретте терезенің әйнегінен әйел адамның бейнесі шағылысып қалған. Ал бір видеода бүгін өзім жалғыз серуендеп жүрмін дейді. Видеоның соңында алыстан әйелдің үлген дауысы естіледі. Қайта тыңдадым. Тағы тыңдадым. Әйелдің дауысы екені анық. Сол түні ұйықтай алмадым. 2 күннен кейін Ермек душқа кірді. Телефоны ас үйдегі үстелде қалды. Мен оның телефонын ешқашан тексермейтінмін. Сол күні де қолыма алған жоқпын. Бірақ экран жанды. Хабарлама келді. Гүлназ, сені сағындым. Денем мұздап кеткендей болды. Хабарламаның жалғасы экранда көрініп тұрды. Сарыағаштағы 3 түнімізді ұмыта алмай жүрмін. 3 түн, 3 пәтер, бәрі орнына келе бастады. Ермек душтан шыққанда мен шай ішіп отырдым. Не болды? Деді ол. Ештеңе. Біртүрлісің. Шаршадым. Ол үндемеді. Мен дәл оның маған айтқан сөзін қайтардым. Келесі күні Гүлназды іздей бастадым. Ермектің әлеуметтік желісіндегі адамдардың арасынан бірнеше Гүлназ таптым. Біреуінің парақшасын ашқан сәтте жүрегім зу ете қалды. Соңғы суреті Сарыағаш. Ермек жатқан шипажайдың алдында. Күні де сәйкес келеді. Тағы бір сурет. Мейрамхана. Үстел үстінде үлкен гүл шоғы. 26 мың теңге. Тағы бір суретте Гүлназ көк көйлек киіп тұр. Мен әйелдер дүкенінің парақшасына қайта кірдім. Сол көйлекке қатты ұқсайды. Бағасы 47.800 теңге.
Мен телефонды үстелге қойдым. Сол сәтте алғаш рет жылағым келді. Мен өзіме телефон алмай, 1,5 жыл ақша жинадым. Сол ақшамен күйеуімді емделсін деп жібердім. Ал ол басқа әйелге гүл алып берген. Көйлек сатып әперген. Мейрамханаға апарған. Түнге бөлек пәтер жалдаған. Бірақ мен әлі ештеңе айтпадым. Өйткені олардың қарым-қатынасы Сарыағашта аяқталды ма, жоқ па, соны білгім келді. Жауабы көп күттірмеді. Бір күні Ермектің күртесін тазалауға бермет болып, қалталарын тексердім. Ішінен кішкентай кілт шықты. Брелогында бір ғана сан бар. 47. Бірден Сарыағаштағы пәтерлер есіме түсті. Бірақ Ермек ол жақтан келгеніне 1 айдан асты. Кілт неге әлі қалтасында? Сол кеште ол: «Ертең жұмыстан кейін жігіттермен отырамыз, кеш келемін», деді. Мен: «Жарайды», дедім. Келесі күні жұмыстан ертерек сұранып шықтым. Ермектің кеңсесінен алысырақ жерде күттім. Сағат 6:30-да ол шықты, бірақ ешқандай жігіттер болған жоқ. Көлігіне жалғыз отырды. Мен такси шақырып соңынан ердім. 20 минуттан кейін жаңа тұрғын үй кешенінің алдықтады. Көліктен түсті. Қолында пакет, екінші қолында гүл. Менің жүрегім тарсылдап кетті. Ермек подъезге кірді. 5 минут күттім. Сосын артынан кірдім. Лифт 8-ші қабатта тұр. Мен де 8-ші қабатқа көтерілдім. 43, 44. Дәліздің соңында 47. Қалтамдағы кілтті қысып ұстап тұрдым. Есіктің ар жағынан көзеккі естіледі. Сосын әйелдің күлкісі. Сол дауыс. Ермектің видеосынан естіген дауыс. Мен есікті қақпадым. Кілтті құлыпқа салдым. Бұрылды. Есікті аштым. Үстелде 2 бокал, жемістер, гүл. Ал диванның жанында Ермек пен Гүлназ тұр. Ермек мені көргенде телефонын қолынан түсіріп алды. «Жанар», мен оғасақ: «Осы үшін бе?» дедім. «Жанар, сен дұрыс түсінбей...» «Нені дұрыс түсінбеймін?» Телефонымды шығардым. 3 рет пәтер, гүл, көйлек, мейрамхана, такси. Енді мына пәтер. Қайсысын түсінбедім? Гүлназ бізге кезек-кезек қарап тұр. Сосын: «Қандай пәтер? Қандай Сарыағаш?» деді. Мен оған бұрылдым. «Шипажайда бірге болмадыңдар ма?» «Болдық». «Оның шипажайының ақшасын мен төледім». Гүлназдың жүзі өзгеріп кетті. «Сіз бе?» «Иә». Ол Ермекке қарады. «Сен компания жіберді деген едің ғой?» Ермек: «Гүлназ, қазір оның керегі жоқ». «Жоқ, керегі бар», деді ол. Сосын маған: «Ол маған әйелімен көптен бері бірге тұрмаймын» деген. Мен күліп жібердім. Кеше кешке 4-еуміз бірге тамақ іштік. Гүлназ үндемей қалды. Мен пәтердің ішіне қарадым. Жаңа теледидар, жаңа ыдыстар, әйелдің аяқ киімі, жуынатын бөлмеде Ермектің заттары. Бұл бір түнде жалданған пәтер емес. «Бұл пәтерді кім жалдады?» Ермек үндемеді. Гүлназ: «Ермек», деді. «Қашаннан бері?» 3 апта болды. «Ақшасын кім төлейді?» Ермек: Мен күйеуіме қарадым. «Қай ақшамен?» Ол жауап бермеді. Үйге келген соң барлық есеп-шотты тексердім. Сонда тағы бір нәрсені көрдім. Балалардың оқуына деп жинаған депозитімізден 480 000 теңге алынған. Мен экранға ұзақ қарап отырдым. Пәтердің депозиті, жиһаз, сыйлықтар, осының бәрі балаларымыздың ақшасынан. Сол түні Ермет үйге келгенде 2 сөмкесі есіктің алдында дайын тұрды. «Жанар, сөйлесейік». «Не туралы?» Мен қателестім. Мен телефонды алдына қойдым. Бірінші пәтер, қателік пе? Келесі төлемді аштым. Екінші пәтерше, гүл, көйлек, мейрамхана,
480 мың теңге. Осылардың бәрін байқамай жасап қойдың ба? Ол орындыққа отырып, өзімде қалай бұлай болғанын түсінбеймін, деді. Мен түсінемін. Ол маған қарады. Сен бір рет қателескен жоқсың. Сен күн сайын таңдау жасадың. Есікті көрсеттім. Кет. Осыдан кейін бәрі бітті деп ойладым. Бірақ ең ауыр шындықты мен 2 айдан кейін білдім. Гүлназ хабарласты. Жанар, сізге бір нәрсе жіберуім керек. Бірнеше скриншот келді. Ермек пен Гүлназдың ескі хаттары. Күніне қарадым. Сарыағашқа барғанға дейін 2 апта бұрын. Алғашқы хабарлама. Нақты келесің бе? Ермек. Келемін. Үйдегіні көндірсем болды. Гүлназ. Жолдаманы қалай аласың? Ермектің жауабы. Уайымдама. Әйелімнің өзі алып беретін сияқты. Соңғы кезде шаршадым деп айтып жүрмін. Мен сол сөйлемге қадалып қалдым. Бір рет оқыдым. 2 рет. 3 рет. Сонда бәрі өтірік болған. Шаршадым. Белім ауырады. Демалуым керек. Мен түнде оның белін уқаладым. Дәрісін әкелдім. Балаларға, әкелеріңді мазаламаңдар, шаршап жүр, дедім. Өзіме жұмсамай жүрген ақшамды шығардым. Ал ол басқа әйелге. Әйелімнің өзі алып беретін сияқты, деп жазып отырған. Олар шипажайда кездейсоқ таныспаған. 3 ай бұрын әлеуметтік желіде танысқан. Ермек оған, әйеліммен ажырасқанмын, тек балалар үшін араласып тұрамыз деген. Ал Сарыағаш, олардың алдын ала жоспарлаған кездесуі болған. Мен күйеуімді емделуге жібердім деп ойлаппын. Шын мәнінде оның басқа әйелмен кездесуінің ақшасын өзім төлеппін. Келесі жолы Ермек балаларды көруге келгенде сыртқа өзім шықтым. Телефонымды көрсеттім. Оның өңі бірден өзгерді. Мұны саған кім жіберді? Сұрағым осы ма? Ол үндемеді. Сен оны шипажайға дейін білгенсің. Жанар, әйелімнің өзі алып беретін сияқты дегенді сен жаздың ба? Ұзақ үнсіздіктен кейін, иә, деді. Сол бір иә мен үшін бәріне нүкте қойды. Білесің бе, мені ең қатты ауыртқаны не? Ол үндемеді. Гүлназ емес, пәтер де емес, ақша да емес. Көзіме жас келді, бірақ жыламадым. Сен менің саған деген махаббатымды пайдаландың. Мен сені аядым, денсаулығыңды ойладым. Ал сен менің сол қамқорлығымды басқа әйелге жетудің жолына айналдырдың. Кешірші. Жоқ, енді кешірім сұрама. Мен телефонымды қалтама салдым. Сен менің ақшамды жоғалтқан жоқсың, Ермек. Сен саған шын сенген адамды жоғалттың. Сөйтіп үйге кіріп кеттім. Арада бірнеше ай өтті. Бір күні кешке бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Сіз Жанарсыз ба? Мен, иә, кімсіз? Деп жауап бердім. 1 минуттан кейін сурет келді. Суретте Ермек тұр. Жанында басша әйел. Ал артында Сарыағаштағы сол шипажай. Дәл сол ғимарат. Әйел. Ол қазір менің қасында. Маған әйелімен ажырасып кеткенін айтты. Сіз бұрынғы әйелісіз бе? Деп жазды. Мен суретке ұзақ қарадым. Бірнеше ай бұрын мұндай сурет көрсем, қолым дірілдеп, түнімен жылайтын едім. Ал бұл жолы ештеңе сезбедім. Тек күліп жібердім. Телефонды алып оған бір-ақ сөйлем жаздым. Оның айтқанына сенбеңіз. Мен де бір кезде сенгенмін. Сосын нөмірді бұғаттадым. Телефонды үстелге қойдым. Асиде балаларым күліп отыр екен. Мен солардың қасына барып отырдым. Сол сәтте ғана бір нәрсені түсіндім. Мен 1,5 жыл жинаған ақшамды жоғалттым. Отбасым деп сенген адамымды жоғалттым. 12 жылдық сенімімді жоғалттым. Бірақ ең маңызды нәрсені қайта таптым. Өзімді. Кейде біз
бір адамның кетуін өміріміздің күйреуі деп қабылдаймыз. Ал уақыт өте келе, оның кетуі күйреу емес, құтылу болғанын түсінеді екенбіз. Мен Ермитті Сарыағашқа денсаулығын түзеп келсін деп жібердім. Ол сол сапардан шынымен өзгеріп қайтты. Бірақ өзгерген оның денсаулығы ғана емес еді. Сол сапар маған 12 жыл жанымда жүрген адамның шын бейнесін көрсетті. Ал ең өкініштісі, ол мені басқа әйелге айырбастаған жоқ. Ол өз отбасын бірнеше күндік сезімген айырбастады. Ал сіз Жанардың орнында болсаңыз, Ермекті кешірер ме едіңіз? Пікірге ойыңызды жазыңыз. Осындай өмірден алынған, жүрекке тиетін, соны күтпеген жерден бұрылатын әңгімелер ұнаса, арнаға жазылып қойыңыз. Сіздің әрбір жазылғанымыз арнамыздың дамуына үлкен қолдау. Ал келесі әңгімеміз бұдан да күрделі. Әйел күйеуінің телефонынан бөтен әйелдің суретін көрді. Бірақ суреттегі әйелді таныған сәтте қолындағы телефоны түсіп кетті. Өйткені ол өзінің туған сіңлісі еді. Ол екеуінің арасында не болғанын келесі әңгімеден білесіз. Өткізіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін қосып қойыңыз.